Кешегі оқылған аяттардың жалғасын бүгін оқитын боламыз. Бүгінгі оқитын аятымыз Худ сүресі 32-ші аят. Астағфиру биллах. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қалу я Нуху қад жадалтана фаактарта жидалана фаътина бима таидуна ин кунта минас садиқин. Садақаллахул азим. Алла тағала бұл аятта біздерге былай дейді. Нух пайғамбар, ей қауымым, олар қауымы Нух пайғамбарға қарап, ей Нух, сен бізбен талас тартысты көбейттің. Егер сенің айтқаның рас болса, сенің пайғамбар екендігің рас болса, сен бізге уәде еткен Алланың Құдайыңдағы азапты бізге алып кел деп, олар ашық Нух пайғамбарымен былайша айтқанда ұрыс керіске түседі. Өздеріңіз білесіздер, кешегіден бері осы Нух пайғамбар туралы баяндап келе жатырмыз. Жалпы Құранда Нух сүресі бар, Нух пайғамбардың атына түсірілген сүре бар. Және Құранда арнайы аятта келтіреді. Илля хамсина амади, 50 жылы кем, 1000 жыл, 950 жыл ең ұзақ өмір кешкен адам ретінде баяндалады. Ең соңында туфан дейді, яғни топан судың сол қауымы анық, ашық, қазақ айтады ғой, басқа пәле неден? Басқа пәле тілден дейді. Өздері Нух пайғамбармен ұрыс керіс конфликттен кейін олар шыдай алмай, егер сенің пайғамбар екендігің рас болса, сенің айтып жатқан сөздерің рас болса, сол бәлені бізге алып кел, бізге келтір деп, қауымы ашық Нух пайғамбарға осындай шағым түсіреді. Алла тағала көп уақыт өткізбей не істейді? Сол топан суды қауымына Нух пайғамбарды келтіргендігі кейінгі аяттарда баяндалады. Жалпы тіпті кейінгі аяттарда былай баяндалады. Өзінің ұлы да сонда Нух пайғамбар дұға жасайды Аллаға. Мені әхлім дейді, менің бала шағамды және маған иман келтіргендерді, менің пайғамбар екендігін мойындағандарымды құтқар деп өздері кеме жасап құтылғандығы баяндалады. Бірақ бір баласы сол кәпірлермен топан суға кеткендігі баяндалады. Тіпті сол диалог Алла тағаламен арасындағы Нух пайғамбардың сөздері осы аяттарда келеді. Ол менің балам еді ғой деген уақытта жоқ дейді. Сенің балаң болса да, ол саған иман келтірмеді. Ол кәпірлермен бірге топан судың астында былайша айтқанда суға батырылып өлтірілді деп осындай аяттар келтіріледі. Жалпы біз бұдан нені ұғынамыз? Алланың өзі де рас, сөз де рас, рас сөз еш уақытта жалған болмас деп Абай атамыз айтқандай, Құранның бар екендігі, оның ақиқат екендігі, оның үкімі қияметке дейін жалғасатындығын ата бабамыз біздерге дәріптеп, тәптіштеп түсіндіріп кетті. Өкінішке орай қазір кейбір арамызда мынау жаңа тәңіршілер деген шықты. Исламға қарсы шығып, біз Құран келмеген, біз ескі түркі дүниесінде болғанбыз сенімінде, бұның барлығы арабтардың былайша айтқанда Авраамның діні деп бізге осындай дінімізге күйе жағуда, Алла сақтасын. Сол себептен басқа пәле тілден деп қазақ атамыз осы аяттардан алған. Пайғамбарды мойындап, Құранды мойындап, соның ішіндегі аяттарға біз толық иман келтірген мұсылмандардамыз. Алла тағала жүрегіміздегі иманымызды кәміл қылсын, елімізді аман, жұртымызды тыныш қылсын. Бирахматика я архамар рахим.